Баршаңызға сәлем достар. Бүгін жаңа әдіс-тәсілдер топтамасымен танысамыз. Ара ұясы техникасы. Мұғалім жұптағы оқушыларға не білгендігі туралы пікір алмасуды және екі сұрақтан дайындауды тапсырады. Содан кейін әрбір жұп кезектесіп сұрақ қояды. Ол сұраққа жауапты мұғалім немесе оқушылар жауап беру керек. Сонымен берілген техниканың нәтижесінде мұғалім бүгінгі өткен тақырыбын қорытындылайды және де өңдейді. Келесі әдісіміз ол ойлан тап. Мұнда оқушыларды топқа бөлесіз және де топтар сабақ тақырыбына байланысты үш ұйғарым жазады. Және де оның біреуі жалған болуы тиіс. Әр топ өз ұйғарымын басқа топқа береді. Топтар ұйғарымын талдап, дұрыс емесін табады. Мысалға алатын болсақ, 7-ші сыныптың экожүйелердің алмасуы. Ең үлкен экожүйе биосфера. Экожүйелердің біртіндеп уақыт бойынша реттеп ауысуы сукцессия. Саңыраулықтар мен балдырлардың селбесуі гумус. Мұндағы қате жауап 3-ші болып табылады. Бұл әдіс арқылы балалар осы сабақтан түсінгендерін анықтауға болады. Келесі әдісіміз құйрықты викторина. Бұл әдісті көбінесе биология сабағында қолдануға болады. Презентацияда құйрығы бар жануарларды жұмбақ ретінде жасыруға болады. Мысал алатын болсақ, осы керемет секіргіш оның құйрығы тепе-теңдікті сақтауға көмектеседі. Бұл кенгуру. Оның құйрығы жазда сұр, ал қыста ақ болады. Ол қоян. Бұл құстың даусы жағымсыз, бірақ құйрығы өте әдемі. Ол павлин. Осындай қызықты материалдар көрсету арқылы баланың зейінін ашуға болады. Келесі әдісіміз ол жұбын тап әдісі. Мұнда оқушыларға өтілген тақырып бойынша маңызды анықтамалар немесе мысалдар беріледі. Тақтаға жазып қоюыңызға болады. Берілген сөздерге байланысты суреттер тақтада шығарылады. Суреттер мен анықтамаларды сәйкестендіре отырып, оқушы бүгінгі тақырыптан алған мәліметтермен сізбен алмасады. Мысал алатын болсақ, 7-ші сыныптың қазіргі адамның іс-әрекетінің экожүйеге әсері. Осы тақырыпта балалар өзіне керекті вариантты таңдап, және де сұраққа қарап отырып жауап бере алады. Келесі әдісіміз ол домино әдісі. Мұнда оқушыларға бірнеше ұяшықтардан тұратын домино үлгісін таратасыз. Бірінші ұяшыққа бір сөзді жазыңыз, және де одан кейін оны оқушылар ұяшықтарға қарай толықтыруын тапсырасыз. Мысалы алатын болса, Қазақстанда ерекше қорғалатын аймақтар табиғи деп жазып кетсеңіз, олар келесі ұяшыққа табиғи аймақтар. Табиғи аймақтардың 9 түрі бар, және де қорықтар туралы мәліметтерді жаза отырып, оларға анықтама беріп өтеді. Және де осы арқылы баланың осы сабақты қаншалықты түсінгендігін анықтай аламыз. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.